Hello everyone, let's start our English lesson. Бүгінгі сабақтың тақырыбы to be етістігі. Өткен сабақтарда біз ағылшын тілінің есімдіктерін өткен болатынбыз. Сонымен, let's repeat. I, мен, you, сен, сіз. You яғни сыпайы түрде де, анайы түрде де бір болады. You. He ол ұлға, she ол қызға, it ол жансыз дүниеге, немесе мысалы жануарлар туралы кез келген заттарды адамға қатыссыз заттарды айтқан кезде itті қолданамыз. We біз, you сендер, they олар. Байқасақ you бізде сен, сіздер, сендер жекеше де, көпше де, анайы, сыпайы түрінде де жалғыз you деп қолданылады. Окей. To be, the verb to be. To be етістігі бұл бізде қосымша етістік. Міне, to be етістігінің жалпы мағынасы бұл болу, табылу деген ұғымға байланысты. Ағылшын тіліндегі өзге етістіктерден ерекшелігі to be етістігі бізде жіктеледі және көптеледі. Сонымен міне бізде 3 to be етістігі бар. Бұл am, is, are. Am, is, are. Ал енді бұлар бізде қандай жағдайда және қандай есімдіктермен қолданатынын үйренейік. Сонымен verb to be етістігі. Am бізде I-да қолданылады. I am, he, she, it, is-ді қолданамыз. We, you, they, are-ды қолданамыз. Сонымен I am, he, she, it is, we, you, they are. Good job. To be. Бұл адам жасын және ұлтын сипаттайды. For example, I'm 11, мен 11 жастамын. He's English, ол ағылшындық. She's old, ол кәрі. We are Russian, біз орыс халқынанбыз. You are 10, сен 10 жастасың. They are from Moscow, олар Мәскеу қаласынан. Сонымен to be етістігінің жасалу формасы көрсетілген, яғни болымды сөйлемде қалай болады, болымсыз сөйлемде және сұраулы сөйлемде қалай қолданылатыны көрінген. Болымды сөйлем біз өткендей I am, you are, we are, they are, he is, she is, and it is. Next, болымсыз сөйлемде, яғни біз notты қолданамыз. Осы verb to be етістігінен кейін біз not сөзін қосамыз. Міне, not. Окей, ал сұраулы сөйлемде, міне, біздің есімдікпен to be етістігінің орнына ауысады. For example, I am I, you are you, we are we. Міне, осындай жолмен аударылады. Now, some examples here. I деген, міне, am деген бізде I етістігімен қолданылады. I am a pupil, мен оқушымын. Мұндағы I бізде есімдігі, мен деген есімдік. Am бұл бізде to be, ал мұндағы a болып тұрған I'm a pupil. Бұл бізде article, оны келесі сабақтарда өтетін боламыз. I'm a pupil, сонымен I бұл бізде есімдік, am to be етістігі. Мұндағы мен оқушымын. Am деген сонымен мын, мін, пын, бін, бұн, бін жұрнақтарын білдіріп тұр. I'm a pupil, мен оқушымын. I'm not a pupil, мен оқушы емеспін. Сонымен қайтадан талдайық бірге. Осы сөйлемді бірге талдайық. I есімдік, pronouns. Am I-мен бірге жүретін to be етістігі. Not бұл бізде болымсыз сөйлемде қолданылады.
I'm not a pupil. Мен оқушы емеспін. Next. Am I a pupil? Am I a pupil? I мен am екеуінің орындары осылай ауысады. Am I a pupil? Мен оқушымын ба? Келесі. She's a teacher. Ол мұғалім. She's бізде қыздарға ғана қолданылады. She is not a teacher. Ол мұғалім емес. Is she a teacher? Ол мұғалім бе? Okay. Okay, translate. I'm the sun. Мен күнмін. This is the sun. Бұл күн. I am a boy. Мен ұлмын. He is a boy. Ол ұл. I'm a girl. Мен қызбын. I'm a cat. Мен мысықпын. It is a cat. Бұл мысық. Міне. It is деп біз мысыққа қолдандық, я? She is a girl. Ол қыз. Now, next. You are girls. Сендер қыздарсыңдар. You are a boy. Сен ұлсың. Міне, мұнда бізде you are a boy жекеше түрде тұр, ал мұнда you тұр, бірақ міне girls, қыздар, s жұрнағын жалғадық. Қыздар деп. Next, we are children. Біз балалармыз. They are children. Олар балалар. Окей, ал қане енді бірге осы жаттығуды сәйкестендірейік. I am good. She is. Next. They are. It is. Good. We are. You are. And he is. Good job. Next. Let's do exercises. I'm a girl. I'm a boy. And I'm a chicken. This is a hat. Енді сөйлемдердегі шифрді анықтайық. Міне, M болса үшіншісі, is болса біріншісі, R болса екіншісі. Сонымен, I үшіншісі бізде M демек, I'm a doctor. Next, he is a boy. Ол ұл. We are pirates. Біз пираттармыз. My home is not big. Менің үйім онда үлкен емес. What color is the monkey? Маймылдың түсі қандай? It's brown. Ол қоңыр түсті. Окей. Енді осы to be, яғни am, is, are етістігінің дұрыс формасын қояйық. I'm Kate. Мен Кейтпін. I'm from Moscow. Мен Мәскеу қаласынанмын. My mom is Mary. Менің анамның есімі Mary. She is not old. Ол кәрі емес. We are happy. Біз бақыттымыз. Next. He is an artist. She is in London. My dad is Ivan, and my granny is Olga. They are in Ekaterinburg. Okay, good job. Next. Now make sentences. Яғни сөйлем жасаймыз. Мұнда бізде сөздер шашылған, яғни ретімен тұрған жоқ. Осы сөйлемдерді біз қазір ретімен орналастырамыз. Міне, осы жерде бейне сабаққа паузаға қойып, осы жаттығуды бірге орындайық. And then check. Кейін сол жаттығуды орындаған соң, міне жауабы тұр, өзіміз тексереміз. Окей. Next. Етістіктердің орнын табыңыз. Am, is, are. Next. They are nice. Good. Is.
He is kind. Next is'ді қайда қоямыз? Mike is hungry. Next is it's blue. Next M. I am friendly. Next is it is yellow. Next are Mike and Helen are friends. And Helen is in the room. Very good job. Okay, our lesson is over. Goodbye.